Miladi 732 yılı Türk Hanzadası Koltekin'in kabrine koyulgan tasqa Orhun жазуу менен oyulgan Koltekin мәңгі тасы. Қытайдың сөзі тәті, жібек рақтары жұмсақ екен. Тәті сөздер жұмсақ жібектермен алдап ұзақ болған ұлықтарды өзіне жақындастырады екен. Жақындасып болғандан кейін жаман ой, жаман түсіндірулері тарқата бастайды екен. Жақсы, ғалым, ғулама, мықты, батыр кісілерді алға бастырмайды екен. Bir kişi өзгеріс қылса, оның халқыны ең қысқасы, оның бесіктегі ұрпақтарына дейін рақым қылмайды екен. Тәті сөзі жұмсақ жіпектеріне алданып, көптеген түрк халқы Заман ақыт кімге керек жұмыр басын жұртың үшін толғасын